Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Қайсы дұрыс, механикалық беріліс қорабы ма, әлде автоматты ма? Бұл өте қызықты сұрақ. Бұл сұрақ соңғы 70 жыл бойы талқыланып келеді. Автоматты және механикалық беріліс қораптары құрылғысы мен жұмыс қағидаты әртүрлі мүлдем екі бөлек құрылымдар. Бірі қарапайым тісті жұп жұмысынан негізделсе, екіншісі планеталық беріліс негізінде қызмет етеді. Бірінде гидротрансформатор, ал екіншісінде үйкелісті тегеріктер пакеті қолданылады. Бұл бейне жазбада осы екі технологияға логикалық салыстыру жүргізіп көрейік. Іштен жану қозғалтқышы пайдалы айналу кезеңі мен жылдамдықтың тек белгілі бір диапазонындағы қуатты қамтамасыз етеді. Осы шектеу салдарынан қозғалтқышпен тікелей байланысқан жетекші дөңгелектердің айналу жылдамдығын басқару ең жақсы нұсқа емес. Мұндай тәсіл қозғалтқыштың пәкінің төмендеуіне алып келеді. Оларды беріліс қорабы арқылы байланыстырған абзал. Сонда қозғалтқыштың айналымы барынша тиімді пайдаланылады. Беріліс қорабы жетекші дөңгелектердің айналу жылдамдығын реттейді. Алдымен механикалық беріліс қорабында жылдамдық қалай өзгеретінін қарастырайық. Механикалық беріліс қорабы тістегеріш блоктарынан тұрады. Ол 3 бөліктен құралған: кіру білігі, аралық білік және шығыс білігі. Кіру білігі аралық білікпен жалғанған және әрдайым бір қалыпты жылдамдықпен айналады. Аралық білік өз кезегінде шығыс тістегеріштермен жалғанған. Көріп тұрғандарыңыздай, түрлі өткізу қатынастарына байланысты шығыс тістегеріштері әртүрлі жылдамдықпен айналады. Алайда шығыс тістегеріштер шығыс білігімен тығыз жалғаспаған. Тістегеріштер мен білік арасында саңылау бар. Егер шығыс тістегеріштерінің бірін білікпен тығыз жалғасақ, онда білік осы тістегеріштің жылдамдығымен айналады. Ол үшін жетектегі біліктің тістегеріштері конусы бар синхрондаушымен және бұғаттаушы сақинамен жабдықталған. Күпшек білікпен жалғасқан, ал жалғастырғыш күпшек арқылы емін еркін жылжиды. Осы жылжу арқылы жалғастырғыш білікпен таңдалған тістегерішті қосады. Бұл бір көргенде қарапайым механизм болып көрінуі мүмкін. Алайда іс жүзінде күпшек пен тістегеріш әртүрлі жылдамдықпен айналады. Бұл жалғастырғыш пен тістегеріштің ілінісін мүмкін етпейді. Алдымен олардың жылдамдығын салыстырайық. Ол үшін бізге беріліс қорабына айналу кезеңін беруді тоқтату керек. Ол үшін мына үйкелісті тегеріктер пакеті іске қосылады. Ілінісу дискілерін босатқан кезде беріліс қорабына айналу кезеңін беру тоқтайды. Енді синхрондаушының бұғаттаушы сақинасы тістегіштің айналу жылдамдығын жалғастырғыштың айналу жылдамдығына сәйкестендіреді. Айналу кезеңі жоқ болған кезде синхрондаушы сақинасының тістегерішке қосылуы тістегеріш пен күпшектің айналу жылдамдықтарының теңесуін қамтамасыз етеді. Енді біз іліністі жүзеге асыра аламыз. Іліністен кейін үйкелісті тегеріктер қайтадан жұмыс істей бастайды. Осылайша әр берілісті ажыратып қосу қажет болған сайын ажырату басқышын басу керек. Бұл сонымен қатар айналу кезеңін беруді тоқтату мен берілісті ажыратып қосу кезінде жылдамдықтың төмендеуін білдіреді. Сондықтан механикалық берілісті ажыратып қосуды пайдаланып жүру бір сарынды болмайды. Енді автоматты беріліс қорабы мен механикалық беріліс қорабының айырмашылықтарына тоқталайық. Автоматты беріліс қорабы механикалық беріліс қорабына тән айналым кезеңін тоқтату мәселесін шешу үшін ойлап табылған болатын. Оның негізінде қарапайым тістегеріш блок емес, планеталық беріліс жатыр. Планеталық қатарда 2 кіріс және 1 шығыс бар екенін көріп отырсыздар. Автоматты беріліс қорабының негізгі жұмыс істеу қағидасы өте қарапайым. Кірісте 2 жылдамдықты өзгерту арқылы шығыста біз түрлі жылдамдықты ала аламыз. Бұл мақсатқа жету үшін тағы бір планеталық қатарды қосайық. Екінші қатардың шығысы біріншінің қатардағы кірісімен байланысты. Жай сөзбен айтқанда, екінші қатардың жетектегіші мен бірінші қатардың бас тістегеріші біріктірілген. Бұл ерекше механизм ең қарапайым автоматты беріліс қорабын құрайды. Үйкелісті тегеріктердің 2 пакеті бас тістегеріштердің айналуын тоқтату үшін пайдаланылады.
Екеулісті тегеректерді қысқан кезде тиісті бас тістегеріш бекітіліп, ал жетектегіш айнала береді. Екеулісті тегеректердің бірінші пакетін қысқан кезде жасылмен белгіленген тістегеріш бекітіледі, және біз бірінші берілісті аламыз. Егер жасыл бас тістегерішті айналдыра бастасақ, шығыстағы жылдамдық артады. Ол үшін бірінші ажыратқыш тегеректері пакетін босатып, екіншісін іске қосу керек. Жасыл басты тістегеріш екінші механизмнің жетектегішімен қосылы болғандықтан айнала бастайды. Айта кетейік, ажыратқыштың бірінші пакеті екінші пакет қосылған мезетте өшеді. Яғни қуатты бергенде шығын болмайды. Екі планеталық механизм шығыста 4 түрлі жылдамдықты қамтамасыз етеді. Бұл жайында толығырақ білу үшін автоматты беріліс қорабына арналған бейнемізді тамашалаңыздар. 3 планеталық қатар көмегімен біз 6 түрлі жылдамдықпен кері жүрісті ала аламыз. Автоматты беріліс қорабының жағымды тұсы үйкөлме дисктерінің екі пакетінің жұмысы нәтижесінде шығыста түрлі жылдамдыққа қол жеткіземіз. Енді осы екі технологияны бір-бірімен салыстырып көрейік. Жоғарыда айтқанымыздай, автоматты беріліс қорабында айналу кезеңін беру кенеттен үзілмейді. Сондықтан автомобильді айдау бір сарынды болады. Автоматты беріліс қорабы жұмысын компьютермен басқару көлік айдауды одан да жеңіл ете түседі. Механикалық беріліс қорабының құрылымы автоматты қорапқа қарағанда әлде қайда қарапайым. Оның құрамдас бөлшектері аз және оны жөндеу оңай. Басқа жағынан алсақ, автоматты беріліс қорабы тығыз жасақталып құрастырылған механизм. Үлкен жүктемемен жұмыс жасағанда механикалық қораптың қызмет ету мерзімі ұзақтау болады. Сондықтан жүк көліктерінің 80%-ында механикалық беріліс қорабы болады. Автоматты және механикалық беріліс қораптарымен тежеу. Бұл бір-біріне ұқсамайтын екі түрлі қызықты үдеріс. Механикалық беріліс қорабы көмегімен басқару кезінде тежегіш басқышын баспас бұрын ажыратқыш басқышын толық басу керек. Осылайша қозғалтқыштың айналуы мен дөңгелектердің айналуы арасында байланыс толығымен үзіліп, дөңгелектің кенеттен тоқтауы қозғалтқышқа әсер етпейді. Ал автоматты беріліс қорабы бар автокөлікте ажыратқыш басқышы жоқ. Сондықтан айналу кезеңін қозғалтқыштан беріліс қорабына өткізу үшін гидротрансформатор қолданылады. Бұл сырғанауды қамтамасыз ететін гидравликалық жалғастырғыш, яғни гидротрансформатор автоматты беріліс қорабына ажыратқыш басқышын сызақ тежеуді орындауға көмек етеді. Сонымен бірге гидротрансформатор қатты жылу көзі болып табылады. Бұл өз кезегінде автомобильдің пәкін төмендетеді. Осыған байланысты автоматты беріліс қорабы бар автомобильдер механикалық беріліс қорабы бар көліктерге қарағанда әдетте жанармайды көп жейді. Дегенмен бұл мәселе қазіргі таңда заманауи гидротрансформаторларда шешімін тапқан. Келесі жолы көлік сатып аларда сұранысыңызға жауап беретін беріліс қорабы бар автомобильді таңдай аласыз деп үміттенеміз. Механикалық және автоматты беріліс қораптарының жұмысымен біздің арнадағы басқа бейнелерден толығырақ біле аласыздар. Назарларыңызға рахмет.